Всем привет. Баршаға сәлем. Менің атым Ахметов Аян. Мен халықаралық шебермін. Сондай-ақ Астана интеллект центрі Астана шахмат мектебінің негізін қалаушымын. Так, ребята, давайте сегодня у нас тема будет, посмотрим мат легаля. E4, E5. Как называется начало игры? Дебют. Дебют. О, ничего себе, молодец. Начал я заниматься шахматами с 5 лет. Мен шахматты 5 жасымнан бастадым. Мені бұл спортқа алғаш әкем алып келді. Шахматқа деген сүйіспеншіліктің пайда болуына бойымдағы талантты көрген жаттықтырушының еңбегі ерекше болды. Алғашқы турнирден бастап 9-дан 9-ға жеттім. Сол кезден бастап шахматтың жаныма жақын екенін бірден түсіндім. Мен 15 жасымда халықаралық шебер атандым. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, сондай-ақ халықаралық турнирлердің әлем чемпионатының, Азия чемпионатының жүлдегері болдым. Мен болашақта шахмат мектебін ашып, балаларды осы спорт түріне баулимын деп шештім. Вот это? Куда? Сюда? Нет. Сюда? Нет. Сюда? Нет. Сюда, что ли? Да. Спустя 5 лет 5 жылдан кейін карантин уақытында шахмат мектебін аштым. Алғашқыда біраз қиындықтар болды. Бастапқыда біз 4 құрылтайшы болдық, барлығы халықаралық шеберлер. Қазақстан бойынша шахматтан ең керемет мектеп болуға тиіс еді, бірақ карантин басталып, қиындықтар туындады. 6 айдан кейін 2 жігіт кетіп қалды, яғни біз екеуміз ғана қалдық. Ол кезде өте қиын болды. Біз мектепті жабу туралы шешім қабылдадық. Қасымдағы жігіт өзге жұмысқа кетті. было очень тяжело, и мы решили закрыться. Табыс ештеңке болған жоқ. Дохода ничего не было абсолютно. Нам помогло. Бізге мемлекет тарапынан кәсіпкерлік негіздеріне тегін оқыту көп көмегін тигізді. Яғни соның арқасында біздің бизнесіміз өрге домалады деп айтуға болады. Конь d5. Двойной удар. И теперь никто нас не выгонит, да? То есть где они ошиблись? Поняли, где они ошиблись? В 2023 году 2023 жылы мен жеке шығып, өз мектебімді ашуды шештім. Жастарға микрокредит арқылы көмек көрсетілетіні туралы білдім. Және басқа да филиалдар ашу үшін 5 миллион теңге көлемінде микрокредит алдым. Берілген қаражатқа құрал жабдықтар сатып алдым. Олар шахмат жиынтықтары, үстелдер, орындықтар, теледидарлар, ноутбуктер. Сапалы шахматтарды арнайы Польшадан тапсырыспен алдырттым. Себебі ұзақ уақыт пайдалану үшін сапа маңызды. Қазіргі уақытта 100-ден астам шәкірт тәрбиелеудемін. Келешекте одан әрі дамытып, ауқымды турнирлер, үлкен іс-шаралар өткізу үшін бұдан да үлкен орын алғымыз келеді. масштабных турниров, для больших мероприятий. Так, теперь правильно. О, вот это правильно. Ставим Сюда правильно. Все отлично. Ну, вот это сама доделаешь уже. Желаю удачи будущим предпринимателям. Болашақ кәсіпкерлерге, бизнесмендерге сәттілік тілеймін. Кімде-кім өз ісін ашқысы келсе, қорықпаңыз, ашыңыз, әрекет етіңіз. Мемлекет ұсынған мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. Сол кезде сізде бәрі ойдағыдай болады. И у вас все получится.